Сәлем достар, біздің каналымызға қош келіпсіздер. Біз сіздермен түрік телесериалдарына обзор жасайтын боламыз. Яғни тағдырға сен хабар арнасында болатын біздің күнделікті сериалымыздың обзоры басталды. Бізде алдыңғы видеомызда қыздың өзінің үйіндегі өмірбаяны туралы қысқаша айтып өткен едік. Енді бұл Сейран есімді қыз тұрмысқа шығады. Әкесінің қалауы бойынша өзінің ойын айта алмай, әкесінің қалауымен тұрмысқа шығады. Стамбул қаласына көшіп келеді жолдасымен бірге. Бұл үлкен әулет болады. Бұл әулеттегілер бұл қызы жақсы қарсы алады. Бұл әулеттегілер жақсы қарсы алғанмен, бірақ Сейран есімді қыз бен Ферит есімді жігіттің бір-біріне деген некелері жалған екенін екеуінен басқа ешкім білмейді. Бұл үйдегі үлкен ережелер, өздерінің заңдылықтары болады. Сонымен таныстырып, бүткіл барлық жан-жақты зерттеп, көрсетіп, саралап шығады. Барлығы бұндай ойдағыдай болып жүрмейді әрқашан. Ең қызығы бұл Сейран есімді қыздың өзінің үйіндегі әкесінің әпкесі кезінде тұрмысқа шығардан алдын алқа сыйлайды. Өте үлкен, бағалы, қымбат алқа сыйлайды. Сол алқасы өзінің қазіргі тұрмысқа шыққан жердегі үлкен аталары болады ол кісілердің. Сол аталарының кезінде жасап берген алқасы болып шығады. Ең қызығы. Ол алқаны Сейран қашан тағады, қалай тағады, алдағы уақытта көретін боламыз. Сол себепті біздің каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.